Сәлеметсіздер ме? Менің атым Руслан. Ал менің атым Мадина. Біз дәрігер болып адамдарға жәрдемдесуді армандаймыз. Сондықтан біз сіздерге біреу жарақат алса, не істеу қажеттігі туралы айтып бергіміз келеді. Белсенді ойын кезінде соққы алу немесе қуау және қол аяқты соғып алу мүмкін. Ал соққы күшті болса, буынды шығарып алу немесе сыныққа ұшырау мүмкін. Соғып алудың белгілері: Қозғалғанда ауырсыну, ісіну, соққы алған жердің қанталауы. Не істеу қажет? Соғып алған тұсқа мұз немесе суық суға малынған матаның бөлігін қою қажет. Матаны әр 2 минут сайын суық суға малып отыру қажет. Не істеуге болмайды? Сынған тұста сүйек жылжып кетпеуі үшін зақымданған адамға қол аяғын қозғалтуға болмайды. Аруға түсінікті деп ойлаймыз. Біреуге көмек қажет болса, біздің сабағымызды еске алып, көмектесе аласыз.